Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жөтелге өте жақсы өзінің пайдасын тигізетін табиғи жолмен жасалатын әдісті көрсетемін. Яғни ол әдіс қойдың құйрық майынан жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерде өздеріңіздің әдістеріңізді комментарийға қалдырсаңыздар болады. Ең алдымен қойдың құйрық майын жуып тазалап аламыз. Міндетті түрде қойдың құйрық майы тұздалмаған болуы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп кесіп, ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде мен шамамен 300 грамдай құйрықты пайдаланып жатырмын. Осылай ұсақтап турап алдық. Енді газдың астын жай етіп қосып, қызып тұрған табаға салып, осылай шыжғырып, қуырып аламыз. Яғни газдың астын өте қатты қоспаңыздар. Өзінің жаймен майы шығуы керек. Біздің шыжғырып жатқан кездегі майымыз барлығы бірден еріп кетпейді. Шыжғырылған шыжықтары осылай сұр түске еніп қалып қояды. Олар ерімейді. Сүзгіштің көмегімен оларды сүзіп аламыз. Мен осындай шыны банкіге сүзіп алдым. Өкінішке орай сүзіп алған видеом түспей қалыпты. Осындай сүзгіштің көмегімен шыжығын ажыратып алып қаласыздар. Майымыз дайын болғаннан кейін осылай стаканға ыстық сүтті құйып, үстінен өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты майды құйып, таңертең аш қарынға немесе кешкісін ішіп жатсаңыздар болады. Жөтеліп жүрген адамдар міндетті түрде ішуі керек. Содан соң балаларға құйрықтың дәмі ұнамай қалуы мүмкін. Ол кезде кішкене бал қоссаңыздар, дәмін білдірмеу үшін болады. Қалған майымызды тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, пайдаларыңызға жарасын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, осы кеңесті достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.